bilim qaynari usunadi. أصحاب الأعزاء، بمشيئة الله تعالى نبدأ اليوم سلسلة متكاملة في تعليم لغة العربية لغير ناطقين بها. Құрметті достар, бүгін біз араб тілін білмейтіндерге, бұл тілде сөйлемейтіндерге арналған араб тілін толықтай үйрететін жобамызды бастаймыз. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Араб тілі мүлдем қиын тіл, жазылуы, дыбысталуы қиын, мен бұны қалай үйренемін деген пікірлер естиміз. Алайда мұндай пікірлер мүлдем дұрыс емес. Және де соны біз өз сабақтарымызда дәлелдейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қалып өтетін тақырыбымыз әрине де ол әріптер. Араб тілі әліппесі 28 әріптен тұрады. Оларды біз екіге бөліп қарастыратын боламыз. Дыбысталу жағынан және де жазылу жағынан. Алдымен дыбысталуын алып өтетін болсақ, оңай әрі тез түсінікті болу үшін дыбысталуын екіге бөліп қарастырамыз. Қазақ тілінде бар әріптер және де қазақ тілінде жоқ әріптер. Алдымен қазақ әліппесінде бар әріптерді алып өтсек, алғашқы әріпіміз әлиф. Әлиф дегеніміз әріптің аталуы, дыбысталуы болатын болса, қазақ тіліндегі ә әрпі. Келесі әріпіміз бә. Бә дегеніміз аталуы, дыбысталуы болатын болса, б. Келесі әріпіміз тә. Дыбысталуы т. Келесі әріпіміз жим. Жим дегеніміз байқағандарыңыздай аталуы, дыбысталуы болатын болса, қазақ тіліндегі ж. Х, х, дәл, д, р, р, зә, з, син, с, шин, ш, ғойн, ғ, фә, ф, қоф, қ, кәф, к, ләм, л, мим, м, нун, н, һә. Бұл әріп қаһарман сөзіндегі һә әрпі. Уәу, у, я, й. Ал енді қазақ әліппесінде жоқ әріптерді алып өтеміз. Алғаш қалып өтетіміз фә. Фә дегеніміз сақауша с. Фә. Келесі әріпіміз сот. Сот дегеніміз жуан с. Демек араб тілінде 3 с бар. Қарапайым с қазақ әліппесінде бар, және де сақауша с, фә, және де жуан с. Сот. Келесі алып өтетін әріпіміз һә әрпі. Һә дегеніміз хуруфул халқия, яғни тамақтан шығатын әріптер топтамасына жатады. Һә. Демек араб тілінде 3 х бар. Қарапайым х, және де тамақтан шығатын һә, және де қаһарман дегендегі х. Келесі әріпіміз до. До дегеніміз жуан д. До. Келесі алып өтетін әріпіміз з. З әріпі. З әріпі сақауша з. Келесі алып өтетін әріпіміз зо. Зо дегенімізде жуан з. Демек араб тілінде 3 з бар. Қарапайым з, және де сақауша з, және де жуан зо. Келесі әріпіміз айн. Айнның дыбысталуы а. Бұл да хуруфул халқия, яғни тамақтан шығатын әріптерге жатады. А. Араб тілінде әріптердің барлығы дауыссыз дыбыстарға жатады. Оларды біз бір-біріне жалғауда белгілі бір дыбыстарды қолданамыз. Оларға біз харакат деп айтамыз. Яғни а, и, у деген дыбыстар. А дегеніміз фатха, у дегеніміз дамма, и дегеніміз кәсра. Ал енді харакаттарға мысал келтірейік. Кутиба сөзі. Кәфтің үстінде дамма, тәнің астында кәсра, бәнің үстінде фатха. Тағы бір мысал алатын болсақ, дуриба.
боттың үстінде домма, роның астында кәсіра және де бәнің үстінде фатха. Тағы бір мысал уктуб. Хамзаның үстінде домма, енді кафтың үстінде байқасаңыздар біз білмейтін белгі. Ол сукун деп аталады. Сукун дегеніміз харакаттардан харакатсыз келу, яғни әріптің өз айтылуы. Уктубы. Тының үстінде домма, бәнің үстінде қайттан сукун. Араб тілінде әріптер сөздің басында, ортасында және соңында әртүрлі кейіптерде келеді. Оларды біз мына кестеге жүгіне отырып үйренеміз. Байқағандарыңыздай, араб тілінің әріптері де, дыбысталу да, жазылулары да өте оңай. Және де бүгінгі сабақты жақсырақ меңгерулеріңіз үшін видеоның астындағы сілтемемен өтіп, біз дайындаған тапсырмаларды орындаңыздар. Және де сіздерді келесі сабақтарымызда асыға күтеміз. Қош аман сау болыңыздар.